Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі ерекше болып келетін осындай тіске басарды әзірлейтін боламыз. Дәл осылай жасап асар тегер ретінде дастарханға ұсынсаңыздар да болады, немесе колбасаның орнына балаларыңызға берсеңіздер де таласа жеп қоятын болады. Ең бастысы ешқандай артық қоспасы жоқ, зиянды химиялық заттар жоқ. Өте дәмді шұжық жасаймыз. Алдымен бізге сиырдың еттері қажет болады. Сиырдың қара кесек етін алып, осылай ет тартқышынан өтетіндей етіп турап дайындап алдым. Сиырдың ғана емес, жылқының немесе тауықтың етінен де жасасаңыздар болады. Мінекей барлығын ет тартқыштан өткізіп дайындап аламыз. Одан соң дәмдеуіштерін қосамыз. Мен 1 шай қасық қара бұрыш, 1 шай қасық ұнтақталған чеснок және қызыл бұрыш пен паприканы қостым. Тұзды да қосып, қолымызбен жақсылап араластыратын боламыз. Міне қолымызбен барынша қолымыздың күшін сала отырып араластырамыз. Еттің барынша майсыздау түрін пайдаланамыз. Осы орайда біздің етіміз мұздай болып тұру қажет, тоңазытқыштан жаңа шыққан болу қажет. Яғни жылы етті ет тартқыштан өткізіп жасамаймыз, мұздай болып тұру қажет. Міне мен біраз уақыт осылай жасай келе бізде фарштың, яғни еттің арасына осындай жіпшелер пайда болады. Сол уақытқа дейін жақсылап араластырамыз. Мен шамамен 15-20 минуттай қолмен езіп алдым. Одан соң үстінен осындай құйрық майды ұсақтап турап қоссаңыздар да болады. Егер ұнамаса қоспай жасасаңыздар да бола береді. Мінекей құйрық майды қосып, тағы да бір араластырып аламын. Одан кейін арнайы ыдысқа салып, бетін жауып, тоңазытқышқа 1 күн уақытқа қоя тұрамын. Мен кешке жасадым, 1 түн уақытқа қалдырдым, ертесі күні азанда алып жасай бастадым. Міне келесі күні біздің етіміз осындай түсі кішкене өзгеріп, тұздары, дәмдеуіштер бір-біріне сіңіп, өте әдемі болып қалады. Бізге тауықтың етін духовкада пісіріп алатын арнайы осындай пакеттерге жаңағы етті салып орайтын боламыз. Мінекей кішкене етіміз біркелкі болу үшін осылай ұрғылап жібереміз де, арасында ауа қалмас үшін. Одан соң барынша тығыздап орайтын боламыз. Достар, егер сіз менің каналыма тіркелмеген, жаңадан қарап отырған көрермен болсаңыз, подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта да сіздермен көптеген пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Және де менің каналымдағы видео бөліміне өтетін болсаңыз, сіздер іздеген бірнеше видео рецепттерді ашып қарай аласыздар. Мінекей мен бірнеше қабаттап орап болғаннан кейін бас жағын жақсылап жіппен қысып орап аламыз. Келесі екінші бетін орайтын кезде барынша тығыздаймыз. Міне етіміздің барлығын бір жаққа салып тығыздап алып, қатты байлап аламыз да, және артылған бөлігін кесіп алып тастадым. Тағы бір ұзын қалыңдау жіпті аламыз да, осылай бас жағына орап, одан кейін айналдырып, дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай жіптің астынан ұзын жіпті өткізе отырып, мінекей осылай тартып байлап шығатын боламыз. Сол кезде қазір пісу барысында пленкасы ашылып кетпей, өте әдемі болып, тығыз пісіп шығатын болады. Мен бұны қазір духовкаға салып пісіріп алатын боламын. Олай жасамаймын дейтін болсаңыздар, суға қайнатып пісіріп алсаңыздар да өте әдемі шығады. Міне осылай оралып шықты. Енді табаға салып, 60 градуста 1 сағат пісіріп алдым. Одан соң градусты 120 градусқа көтеріп, тағы 1 сағат пісіріп алдым. Осымен барлығы 2 сағат пісіп шықты. Одан соң холодильникке міндетті түрде 1 күнге немесе 5-6 сағат уақытқа қоя тұрамыз. Сол кезде кесуге өте ыңғайлы болады. Мінекей мен келесі күні кестім. Арасын мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып кесіліп жатыр. Ешқандай да еті бір-бірінен ажырап кетпей, өте әдемі болып пісіп жатыр. Достар, дәл осылай жасап, дастарханға асар ретінде қазының орнына немесе еттің орнына әдемі етіп қойсаңыздар да болады. Колбасаның орнына қойсаңыздар да өте керемет үйлеседі. Ең бастысы ешқандай химиялық заттар жоқ, өте пайдалы. Колбасадан 1000 есе артық. Осындай шұжықты сіздер де жасап көріңіздер. Балаларыңызға және отбасыңызға ұнайтын болады.
Достар, видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Егер сіздерге видео рецепт ұнаған болса, астыдағы тұрған подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта да сіздермен пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын.